Азыркы кезде 20-ғасырдың 20-40 жылдары Маңғыстау өңірінен 950-ден астам адам саяси қуғын-сүргінге ұшырағаны белгілі болып отыр. Олардың бәрі халық жауы ретінде сотталған. Ең жоғарғы жазадан бастап туған өлкесінен алыс жер аударылуға дейінгі әртүрлі үкім шығарылған. 100-ден астам адам өлім жазасына, ондаған адамдар 20 және 25 жылға, 150-ден астам адам 10 жыл мерзімге лагерлерге айдалды. Қалғандары 8, 6, 3, 2 жылдарға сотталып, жер аударылды. Әр кезеңде қуғындауға ұшыраған 950 адамның көпшілігі қайтыс болғаннан кейін ғана ақталды. Негізінде репрессияға ұшыраған құрбандардың саны да одан да көп болды. Салпықов Мамай 1894 жылы Маңғыстау өңірі Тұщықұдық ауылында дүниеге келген. Адай көтерілісінің басшыларының бірі. Маңғыстаудағы Адай көтерілісі Сталин мен Голощекиннің саясатына қарсы жүрді. Осындай қиын кезеңде әр жерде өкіметке қарсы асыртын ұйымдар құрылып, жасақтар жүргізілген болатын. Сондай жасақтардың бірін Тұщықұдық Ақшымырау бағытында Беш руынан шыққан Салпықов Мамай басқарды. Салпықов Мамай соңына жасақ ертіп, халықтан тартып алынған малдарды иелеріне қайтару жолында да еңбек етті. Балкешұлының отбасын құрып, 5 баланың әкесі атанған болатын. Сол қиын кезеңдерде ер балалары қаза тауып, Тәжен мен Бақтулы атты балалары ғана тірі қалды. Мың 1934 жылдың наурыз айының басы, дауылды жел көктемнің суық күні онан сайын суыта түсуде. Елге коллективдендіру туралы хабардың тарағаны айдан асқан кез еді. Коллективдендіру жүргені Мамайдан маза кетті. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын. Байларды тау ретінде жоямыз деген ұранда жиі айтылып, байлар алдындағы малдардан айырылды. Мамайдан өзінің қайнатасы жарылғап, сіңірі шыққан кедей бола тұрса да орташа жатқызылып, бала шағасына сауып беріп отырған ботал тиесін шолақ белсенділер тартып алып кеткен. Үстеме салықтан халық тұралап болды. Жаңа үкімет кедейлердің жоқ жетікті қорғаудың орнына оларға зорлық жасағаны қалай. Мамайдың бастапқыда бұғана санасы жетпей басы қатты. Шолақ белсенділер, НКВД-ның қызметкерлері, милиционерлер, салықшылар халыққа деген істетіп, елді қасқырдай талап жатты. Ел тоз-тоз болып сандалды. Басы ауған жаққа көше бастады. Ауыл ақсақалдары өздерінің көрген қорлық зорлықтарын ашықтан-ашық айтып, ел қамқорлары ер азаматтарға шақты. Солардың бірі Санауберді қажы. Ешкімде бағынып көрмеген ел едік. Хиуа ханы бағындырам деп келіп, ол да сыбағасын алып кеткенді. Патша заманында Иса мен Досан бас болып, үкіметтің мұздай қаруланған жоғары шенді Рукин бастаған әскерлерін тас-талқанын шығарды. Голощекин қазір өзінің қаскүнемдік саясатын ғана жүргізіп жатыр. Ол елді аздырып, тоздыру үшін қолдан келгенін бәрін жасауда. Бұл үкімет басына келген кейін қазақтың таңдаулы ұлдары қуғынға ұшырауда. Солардың қатарына өзіміздің жерлесіміз Тобанияз Әмнияз жолдарыпты. Голощекиннің осынау саясатына қарсы халық көтеріліске шығып, басы ауған жаққа көшіп жатыр. Қазіргі кезде көтерілісті бастауға Баку, Астрахан сияқты қалалардан кемелермен қаруланған әскер көптеп келіп жатыр деді. Манадан бері үнсіз тұрған Мамай, оларды келтірмеу үшін не істеуге болады деп сұраған еді. Ештеңе істей алмаймыз, тек кемелердің кешіп келуіне шамамыз келетін сияқты дегенді. Қайтып, атап айтқанда түнге қарай кемелер қалаға маяктың көмегімен ғана келеді. Егер түнде маяк жанбаған жағдайда кемелер қалаға адасып кешігіп жетеді. Екіншіден, почтадан алып, жергілікті үкіметтің жан-жақпен байланыс жасап сөйлесетін құралдарының қиратып бұзса да, қарсы жақтың қимыл әрекеті әлсірейді. Онда маяк пен поштадағы жан-жақпен байланыс жасайтын ақпараттарды қиратып, істен шығарса болады екен ғой. Сонда Мамай әлгі қарияның сөзін қосты. Сөйтіп оның маңына аз күнде 40 шақты сайдың тасындай жігіттер іріктеліп, халық қамы үшін күресуге бел байласып анттасқанды. Ең ақырғы форт Александровкаға аттанған күні маңына жиналған жігіттер Мамайға қарап, ал батыр қайда бастасаң да, біз саған жігерлі, ақылды, жаужүрек басшы деп береміз. Сен бізді адастырмайды деген сенімдеміз. Баста бізді деген еді. Жігіттер тапсырманы орындауға шана кластарымен баратындығын білдірді. Олардың қай-қайсысы да тапсырманы орындағаннан кейін Қарманат әулиенің қонақжайында кездесуге уәделесті. Әр топ өздерінің жетекшілерінің соңдарынан ерді. Артынша Шомақовтар 5-6 жігітмен суық жүгіріп жеткенде маяқтың аппақ болып жыпылып батып жатқан көріп, өшіп қалғанын көрді. Олар қараңдап қашқан 2 күдікті адамды ұстап бөлімге алып келді. Олар Үбісін тобынан ешбір қауіп-қатер күтпей, жайбарақат жетісе жатармыз деп кідіретіп қалған Амантай мен Жанұзақ еді.
Екеуін НКВД-нің қызметкерлері 3 ай бойы қинап азаптағаннан кейін маяктарды қиратуға қатысқан барлық адамдарды айттыруға мүмкіндік туды. Артынша НКВД-нің қызметкерлері аталған адамдарды бір түнде тұтқындап әкетіп түрмеге қамады. Солармен бірге Мамай да түрмеге түскенді. Шевченко қаласындағы түрменің шағын камерасы. Мамай Салпықұлының өбісін Аманұлының, Исмаил Сарбасұлының, Саржан Дәулетұлының мұнда жатқанына айжарынан асып барады. Кезекші милиционер орақпен бүктілеуден тамақ салып әкелген қалталарын інілері Мамай мен өбісінде ұстатты да өздері көзді сарт еткізіп жауып ғайып болды. Мамай қасында 3 жолдасын ала отырып қалтадан піскен ет, сүт, табанан, айран, ірімшік, құрт, сарсу тағамдарын бірінен соң бірін шығара бастады. Өбісін литрлік шөлмекке құйылған сүтті кесеге құйып Мамай мен Исмаилға берді. Наннан да бір сындырып алдарына қойды. Осы сәтте нан арасынан 3 қырлы егеудің ұшы көрінді. Нанды сындырған кезде егеумен бірге кішкентай 4 бүктелген қағаз қоса шықты. Төртеуінің жүзінде түрмеден құтылудың ұшқыны жылт етті. Әлгі қағаздың бүктеулерін жазып оқып отырғанда үкімет елге қысымын күшейтті. Ел көтеріліп жатыр. Оларды бастайдан Мамай жаужүрек Сардаров, оның оң қолдары боларлық жауынгер серікті Исмаил өбісін Саржандар қажет болып отыр. Мүмкіндігінше мына егеумен түрмені бұзып шығудың амалын қарастырыңдар деген жазу болып шықты. Мамай Исмаил өбісін Саржандар кеш түсуін тынышсыздана күтті. Олар түрме қызметкерлерінің көзіне түспеуге тырысты. Кеш түсіп қараңғылық қойылған уақытта аса кептілікпен ұшқырлы егеуді қолдарына алып, терезеден темір торын егей бастады. Жігіттердің қуатты қолына тиген соң егеу әп-сәтте темір торды бірінен кейін бірін пышақпен тескендей етіп жоғарыда күшпен итергенде майысып сырт-сырт сына берді. Темір тордың 3-4 көзі сынған кезде олардың арасына адам өтерліктеу жағдай туды. Мамай мен оның серіктері аса кептілікпен әлгі жерден сытылып төмен түсе бастады. Таза салқын ауа қашқындардың бойын серпілтіп, олардың күштерін еселеп арттыра түскендей. Түннің қою пердесі қалыңдап, Мамайларды өз қашағына алған аспанда жұлдыздар жымың қағып, әлдеқайдан иттерін жарыса үрген достар естіледі. Темір тордан сытылып шығып төмен түскен соң таса-тасаны паналап, милицияның қолына түсіп қалмау үшін сақтана қимылдады. Ел дүрлікті, қорыққандарына тақымына басып жүрген жалғыз аттарын берді. Көп кешікпей-ақ шаудардан жоталы төбелер көрінді. Сол екі арада Әлібай Шумақов өзінің атты әскерлерімен жетті. Мамайдан бірнеше жолдасымен қашып құтылып кеткенін естігенде ол сонша ашуланып, отқа түсердей болды. Ол бірнеше рет аудандық НКВД бастаған тақыршыққа отырғызып кеткен еді. Мамайлар күн батып қас қайраған сәтті пайдаланып кіші басым жаудың қолынан құтылуды ойлады. Ол үстірт үстіне шығар жердегі тау-тас сайсаланы тасалана отырып, ізге түсушілерді адастырып кетуге тырысты. Олар өздерінің күштеріне түн ортасында қуып жетті. Бұл кезде жасақтың аман қалған жігіттердің тез қимылдауының арқасында ұзыннан-ұзын салқар көш жолға дайын болып, оңтүстікке қарай бағыт түзей жөнелді. Мамай мен Исмаил Шабдар соғысында қаза болған арыстарды олардың жанұяларына естіртті. Қаралы көш арыстарын жоқтап қалдырып келеді. Мамай көштің ортаңғы тұсында 2-3 түйеге артылған жүк үстінен өз балалары Мәрзия, Сейтен, Әбен, Тәжен бақтыларды көрді. Өз көштерін артқан түйелер тізбегін бәлкешсіз бұл жетектеп барады екен. Олардың қастарына жетіп баруға үлкендерден әдеп сақтап, сырттай мауқын басты. Заман мынандай болмағанда көп ауыл болып, бейбіт еңбекте балаларының қасында отырар еді. Енді мынау аласапыран заманда түн ұйқысын 4 бөліп шыбын жанды шүбірекке тиіп жүргені мынау. Көшті жолын қайын суғат жөнін білетін кореялар бастауда. Үстірттегі қар түйелердің Қызыластау құдығынан малдарын суарып, өздері су ішіп аман өтті. Осы ретпен жүріп келе жатқан көш Жезді құдығынан жете бергенде жан-жағынан қызыл әскер отряды қоршап алды. Мамайлар ақырғы оқтары қалғанша атысып, шегіне берді. Бірақ көптің аты көп, жасақ жігіттері оққа ұша бастады. Жаралары да көбейді. Жігіттердің алды қару-жарақтарын тастауға мәжбүр болды. Көтеріліс басшылары Мамай мен Исмаил ғана қатар ұрысты. Темір құрсаудай қысқан қоршаудан құтылудың амалын жасап бақты. Олардың тірілей беріспейтінін байқаған қызыл командир «Атып өлтіріңдер» деген команда берді. Оқ нөсердей борап кетті. Мамай мен Исмаилды аянбай атысып, қоршаудың осалдау тұсын киіп жарып бұзып өтті. Сол бір қасқағым сәтті күткенде қатар келіп қадалған бірнеше оқ Мамайдың денесін қанға бояп кетті. Оның былқ-сылқ еткен жансыз денесін көрген Исмаилдың да атына оқ тиіп омақаса құлады. Жиренбайге ат Мамайдың жансыз денесін әлдеқайда алып қашып бара жатты. Мамайдың сүйегі қайда жатқан туралы деректер көп. Кейбіреулер сүйегі көңілсіз далада қалды десе, кейбір қызылдар кеткен соң көшіп бара жатқан
халық көміп басына белгі қойған дейді. Бірақ дәлелдері мардымсыз, тек қана алып қашқа әңгімелер ғана бар. 2004 жылы Мамайдың сүйегінің қайда жатқанын білетін адам туралы мәлімет Орақ Төлекешевтің құлағына тиеді. Ол кісі Бейнеуде тұратын Шоңай ата ұрпағының өкілі Әділ Мырзабеков деген ақсақал. Төлекешев Орақ сол кісіні іздеп Бейнеуге жол жүреді. Бұл қыс мезгілі еді. Әділ ақсақал оларды жылы қарсы алады. Тамақтанып болған соң Орақ Төлекешев ақсақалдан: "Сізді 1931 жылғы адай көтерілісінің көсемдерінің бірі Мамай Салпықұлының жатқан жерін білет" деген хабармен келдік. Сіз адай көтерілісі кезінде әлі дүниеге келмедіңіз. Сонда Мамай атаның жатқан жері сізге қайдан белгілі болып жүр деген сұрақ қояды. Сонда Әділ ақсақал: "Иә, мен ол кісінің жатқан жерін білемін. Бұл жай маған білетін кісі арқылы белгілі болды. Байғалы Есболаев деген бұрынғы комсомол совхозының атақты жылқышыларының бірі еді. Ол Медет ата ұрпағынан болатын. Шежіреші, әңгіменің шебер ұстаз еді. Көмекскі, шала білетін нәрсенің еш уақытта айтпайтын, жалған сөйлемейтін. Өзім 1904 жылы туғанмын" дейді. Бірде екеумізде атпен жоқ қара келіп жатып, Ақжет станциясының арғы жағындағы Бесшіміраудың құдығына жақын Мықтыбайдың қызыл үйігінің үстінде тап болдық. Байғали ақсақал қызыл үйіктің шығыс жағын ала аттан түсті де маған бұрылып: "Бұл жерде адай көтерілісі басшыларының бірі Мамай Салпықұлы мәңгі мекен етіп жатыр. Ол кісіні осы араға өз қолыммен жерледім. Ол оқиға былай болған еді. 1931 жылдың тамыз айының орта кезі болатын. Жасым 27-лер шамасындағы жігіт шағым. Ол кезде біз осы Сам өңірінің жайлайтымыз. Бір күні сау отырған жалғыз баямыз өрістен келмей қалды да, соны іздеп таба алмай талай белден астым. Бір биік төбеден көтерілгенде алдымнан ылғи шошақ теппек киген, маңдайларында жұлдыздар бар, қызыл отрядтан адамдар ұстап алып: "Сен Мамай басқаратын бандардың жансызсың. Біз сол Мамайдың жасағы жатқан жерге бастап апар" деп, астындағы жарау атымды тартып алып, өздерінің жауыр атына мінгізіп, алдарына салып алып жүрді. Бірталай жер жүрген соң осы қызыл үйік көрінді. Қызыл үйіктің арғы жағында Мамай жасағы жасырынып жатыр екен. Жақындай бергенде атыс басталып кетті. Шайқас сағат жарымдай уақытқа созылды. Күштен емес еді. Оқ-дәрілер таусылған жасақшылар берілуге мәжбүр болды. Берілмей Мамаймен бірге оның жан жолдастары қалған еді. Берілген жасақшылар сол кезде Гурьев қаласын шайып айдады. Берілмеген 2-3 қызылдар сол жерде атып кетті. Қызыл командир маған Мамайды жерлеуге әмір етті. Өзге екеуін қызылдардың өздері жерледі. Мен Мамайдың туыстарын білмеймін. Білген күнде де мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің адамдарын сақтамаса болмайды. Мамай атақты адам. Оның жатқан жерін іздейтін адамдар болады. Уақыты келгенде ондайлар кездессе, жатқан жерін көрсетуді саған аманат етіп тапсырамын. Сол кісінің аманаты бойынша жатқан жерін көрсетуге болар еді. Қазір қыс мезгілі. Жер шалғай. Осы Бейнеуден Мықтыбайдың қызыл үйігі 100 шақырымға жуықтап қалады. Амандық болса, күн жылынып жер қарайған соң Мамай жатқан жерге апаруға уәде беремін деп қарияр шығарып салды. Уәде бойынша көктем келіп жер жүзі қарайған уақытта Мамай атаның сүйегін іздеп тауып басына бел орнады. 16-8-2005 жылы Мамай атамыздың сүйегін Мықтыбай үйігінен Құлбарақ ата қауымына келіп жерлейді. Құлбарақ ата қорымында тұрғызылған Салпық Мамайдың шебері Беріш Кенжебай әбіш 2005 жылы Мамай атаға арнап үлкен ас берді.